Всем привет! Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менен влог. Менің көзім менің көзім ісіп кетті, бірақ менің көзім екі түрлі болып тұр ғой. Достар, біз қазір боянамыз, біз қазір магазинге барамыз. Вот соған. Мен, бүгіндікке мың қарағанша базаны жағып жатырмын. Потом база жаққым келмей тұр, но жаққым келіп тұр, база жақпаймыз, только қасымызды бояп, легкий макияж. Жаққым келді ме, жаққым келмей тұр. Мен телефонға қарап боянғаннан ыңғайсыз сияқты ше. Ой, достар, менде гель добавить отпустим. Білмеймін, қарағым. Маған неге қарап боянған қызықсыз көрінеді, телефонға қарап боянған. Айнаға қарап боянған ыңғайлы да, чем боянғанға қарағанда. И бізде карандаш для... Достар, румяна. Менде румяна көп жақпаймын. Сенде румяна бар. Босай. Босай құрсын. Менде румяна ғана жақтым, басқа түк жаққан. Мен жақтым, сәмде кисточка болғанда румянаға арналған кисточка. Менде бар, енді сілеріне көп деп айтамын. Румяна осындай кисточка мен жағам. Суреттің кисточкасы арасы менде. Мен қарасыңдар. Эксперимент көрген не ойнау. Кисточка. И достар, бізде карандаш для губпен. Енді біздің сыртасырамыз. И достар, карандаш для губ вот осындай басшық кеткен. И қазір сыртасырамыз. Ұштысқымаса болды, достар. Мен мерекейдің несін алғым келіп жүр. Сенсілуға қарағанда мерекейдің карандаш для губы. Мерекейдің карандаш для губы бірде сияқты екеуінде асмет бірап шығарасын. Менде мерекейдің тұрсын ойбай несін аламын, андай, карандаш для губы, но бірақ 8.000 теңге тұрды. Поэтому мен тегінде аламын, но бірақ мен туған күнім келсе ғана. Поэтому мен апам мерекейдің заттарын сатады, и мен туған күніме алдыңғы жылы тоқи берген. Енді бұл жолы мен өзім карандаш для губ берші атайын деп тұрмын. Поэтому мен туған күнімді қатты күтіп жүрмін. Карандаш для губы зор прям. Айтамай менде. Баш помада вот осындай. Атмелі. Вот мен тоқ макияжым осылай шықты. Мен кірпігім бояйын десем, потому что мен кірпігім боясам, көзі бір қадалып тұрғандай болады да. Жұмыстарға аламыз. Шашым жайып барайын ба, сатып барайын ба, білмей тұрмын қазір. Екеуін білемін. Көремін. Сонымен видео күтсеңіздер, всегда осындай фоннан күтіңіздер. Поэтому мен штатив жоқ менде. И мен андай, залға да түсіремін де, залдара тоже не бар, күшті. Бізде обой күшті, маған өзіме ұнайтын обойлар. Осы обой и залдағы обой ұнайды. Потом аталардың комнатасында обой бар. Болды. Холдың обойы ұнамайды маған. Сол үшін мен осындай, сол үш комнатаның біріне түсіруге тырысатын боламын, короче. Мен шапкам қазір көрсетем. Мен көркем фиолетовый цветте болғаннан кейін менде шапкам тоже фиолетовый цветте. Бабочкасы бар. Вот. И мен қазір ойланып тұрмын. Қалай кисем? Ұстатып кисем ба, либо балынан кисем ба? Мен көбінесе қалай кием, солай киейін деп жатырмын. Мен көбінесе осылай кием ғой. Осылай киейін ба, мынаны бүйтіп артқа істеп тастап, осылай киейін ба. Осылай киген әдемі көрінетін сияқты. Давайте осылай киеміз. Мына жерін шығарып қоямыз алдардай.
Вот. Ой, ойбай, сен пока деп жатырмын ғой мен. Шығып бара жатырмын. И жақын магазинге барамыз. Біз астам магазинге бармаймыз. Поэтому бізде қырда суық біріншіден. Ал екіншіден далада қар жауған ғой, достар. Сәл мен қар жауған сезбей қалғанмын ғой. Мен ойладым. Не қар емес. Не? Ұмытқанмын, достар. Жаңбыр. Вот жаңбыр жауады деп ойладым мен. Достар, біз какой-то бір странный көшемен барамыз. Я. И оның жолының өзі прям странный. Қорқып қалдым, достар, мына жер странный. Ну, енді біз ол көшеде ойнап жүреміз. Біз ол көшеде жаз бойы ойнаймыз. Біздің көше и сол көшеде. Но бірақ мен странный көше деп отырмын. Атын айтайын ба, айтпай қоймал көшенің. Аты Президентская. Вот. Сол көшемен баратырмын. И прям мен қорқып жатырмын. Достар, біз иттен қорқамыз ғой. Поэтому иттен қорққанымыз үшін біз жақын магазинге барамыз. Сол магазиннен қорқамыз. Прям. Ояқта иттер көп та, просто. Вот, достар, бізде сағ онлайн айтпақшы. Бізде автобус тасымалданатын бар ғой. И біз сабаққа шығып автобус күтіп тұрсақ, айтады да, типа, апай жазады да. Автобус нем жүрмейді. Автобустар техосмотрдан өтеді. Енді бізде жеке автобус бар. Вот жүрмейді, техосмотрдан өтеді. Сендер онлайн оқысыңдар дейді ғой. Потом қайттан үйге қайттық қой жарты жолдан. Келдік. Не аласың? Не аламыз? Мен қайдамын? Жолдан 470 ба, 480 теңге. Жоқ, 300 теңге. Айықшысын. Дайма. Қайтып барасық, достар, алдық. Оля, осыға екен ғой. Емай, жүрегім. Ой. Жау. Жүрегім алдым арқалы кетіп қалдым. Короче, біз мұндай келеске алдық. Алшы ана. Жынсың ба? Тастай саған не сіз қолым бір жынекен ғой. Мен ойладым, что мен барымда қазір мен не аламын деп атқа еді. Смак аламын деп. Но, смак алмадым. 300 теңгеге смак алайын дейдім да, менде өзімде енді қалған ақша ғой мектептен. Мектептен қалған ақшамнан 401 теңге қалған. Сол 401 теңгеге алайын деген смак 300 теңге. Мойындар? Алта үшімізге 150 ма не? 150 екен. Кешкесіңдер? Астыда не 150 екен? Көрмеген ма не? Жоқ, мен кешкесін ана қарадым. Жаңа ең төбесіне краб сосын ортасына. Вот найди мен подергам, көрсетпей қойын, бірақ сынтасым емес. Я. Құмаш? Ну, құрмен не, сіңілім. Туған емес. Сіңілімнің кіндік тәтесі. Ағам тұрады, бөтен тұрады, папам тұрады, ағам тұрады, ағам тұрады, тәтем тұрады, сіңілім тұрады, сіңілім тұрады. Кіндік кіндік, мамасы кіндік, атасы, ойбай, атасы дем қалай кетті. Жерінде 8. Аз өресім әже, жіберетін әде тауыппын да, и жіберетін әде тауыппын. Жерінде 8 адам. Біз не үшін алдық? Мен қайдан білем? Үшінгі жетпейді да ғой. Ей, бәрі қатқал, бұлар неге жетті? Мен магазинге барамда, не алатын ойланып бармайым, барамда, бірден алып аламда. Потом алып алғаннан кейін мен тұрам, мен не үшін алып алдым? Ол маған керек емес қой деп. Сондай әдетім бар деп сан мен. Үйдің арасына өтіп жатыр, короче. Біреулер жойнақ та. Вот. Ей, тупо жетті кейде, ура! Шүкір Алла жеттік қой. Қатқан едім. Короче, вот, телекино көріп жатырмын. Чөсейде. Ешкі. Қазақстанда көп бала деген. Папа келді! Хамазы, гимнастикаға сүйретіп өртеді. Здесь чизді. Влогым бітті, әлемнің шашын алдық. Екісіне влогым бітті, всем пока. Пока де. Чиз деген қалай кетті.